Сәлем, бүгін біз Нарутоны қазақша көретін боламыз толығымен. Қалай жұмыс жасайды? Білесіздер, Яндекс браузер туралы мен видео түсіргем. Бізде Яндекс браузер бар. Сосын кез келген видеоға кіреміз. Сосын үстінен немесе қасынан осындай белгі шығады. Сосын перевести видео дегенді басамыз. Бір қызық жері бар. Наруто бізде неде жоқ? Ютубта жоқ. Не істейміз? ВКонтактеге кіреміз. Наруто Jutsu деп, Наруто Jutsu'дың несіне кіреміз? ВКонтактесіне. Показать все видео. Сосын мына жерде плейлист деген кіреміз. Плейлистке кіргеннен кейін Нарутоның екінші сезонына кіреміз. Сосын бірінші сериясына келеміз, міне. Велосипед. Пропустить реклама. Сосын мына жерден перевести видео деген басамыз. Мына жерде орыс тілінен қазақ тіліне. Сосын мына жерден дауысты таңдаймыз, яғни орыс тіліндегі. Сен мен туралы не білесің? Сен ешқашан туыстары немесе жақындары болмаған. Сен не білесің? Сенде әу бастан ешкім болған жоқ. Иә. Біз байланыстарымыз үшін азап шегіп жатырмыз. Қалай түсінуге болады? Бұл бәрін жоғалту дегенді білдіре ме? Иә, менің туыстарымда, достарымда болған жоқ. Міне аударып берді қазақша. 5 серияны көрейік. Рука. Что такое? Хокаге мырза деген не? Сен мен не ойлайтынымды білесің бе? Екеуің де ата-ананың махаббатын білмей өстіңдер. Болды. Осылай бізде Нарутоны қазақша көріп шығады. Әрине, перевод күшті емес. Таратыңыздар, бұны көп адам біле бермейді. Бірақ перевод жасап тапты. Білмеймін кім жасаған. Енді жасан етелік болғаннан кейін қатты қызық емес, андай эмоция жоқ. Бірақ бұның өзі өте үлкен нәрсе. Мен ойымша қосады. Негізі жасап тастаған ағылшын тілінде бар эмоция қосатын. Сол келесі деңгей сол эмоциямен жұмыс жасалады, сөйтеді де кәдімгідей перевод жасаған кезде эмоциямен жасайды. Қазір бізде қандай деңгейдеміз? Тексті перевод жасайды, аудио дыбыстайды. Бір қызық жері бар. Ана жерде әйел дауыстап жатса, артында әйелдің дауысы шығады, ер болса еркек. Яғни екі дауыс бар бізде, сол қызық. Егер эмоцияны қосса, тіпті өте керемет болады. Бір тағы бір минус бар, ол тікелей перевод, яғни қазақша орысша тікелей кетіп қалады. Енді білмеймін, бірақ Яндекс кішкене сапалы перевод жасайды Google'дан қарағанда. Менің ойымша. Сол айтайын деген. Осы қысқа шығарған видео оп-оңай көрсеңіз болады, егер қазақша көргіңіз келсе.